Ассалаумағалейкум құрметті достар. Бұл әдеттегідей Жанайдар Болатбекұлы YouTube арнасы. Сіздермен қауышқанымызға қуаныштымыз. Жалпы экранға жақын отырып, ыңғайланып, осы бейнені соңына дейін қарап шығасыздар деген үміттеміз. Обзор каналымызда. Жалпы парфюмді түсірдік, өзімізге сыйлыққа келген. Одан кейін туған күнімізге алған шахматты мінекей арада тұр. Шахматты да түсірдік. Енді үшінші кезек, үшінші обзорымыз. Ол біздің атадан балаға мұра болып келе жатырған, ғасырлардан ғасырларға жалғасып келе жатырған ұлттық ойынымыз тоғызқұмалақ. Біздер тоғызқұмалақты немен ойнаймыз? Жалпы тоғызқұмалақтың тақтасымен ойнаймыз. Соны қазір сіздерге көрсететін боламыз. Ендеше осы тоғызқұмалақты ашайық. Бұл сыйлық емес. Жалпы бұны өзім сыйлық жасадым десем болады. Марқұм әжем сол кісінің атына турнир өткізген болатынмын. Былтыр мамыр айында өте әдемі өтті. Әжем енді ел сыйлаған, елдің адамы болды, ел анасы болды. Жалпы көптеген сәбилердің өміріне өзгеріс алып келді. Көп адамды өлімнен арашалап қалды десек болады. Халық емшісі мен әжем. Сол кісінің атына тоғызқұмалақтан аудандық ашық турнир өткізген болатынбыз. Оған әр ауданнан және Ақтөбе облысынан, Атырау облысынан бір команда қатысты. Жалпы саны 11 команда қатысты. Сол кезде өзімде жалпы заказ беріп, осы тоғызқұмалақ тақтасын алдырған болатынмын. Бұны алдыруға маған көмектескен ұлттық спорттың, осы тоғызқұмалақ спортының аға бапкері, тоғызқұмалақтың ауданымыздың аға бапкері, біліктілігі жоғары деңгейдегі жоғары санатты жаттықтырушы Қаутенов Қайрат Маратұлы деген азамат ағамыз, аға іні болып сыйласамыз. Мынарада Жанайдар Болатбекұлы деп жазылған. Именной дейді ғой, былайша айтқан кезде. Жазылған. Және екінші бетінде тоғызқұмалақ деп латын әрпімен жазылған. Жанайдар Болатбекұлы деген кириллица жазылған. Төрт жағында оюы бар. Ағаштан жасалған, өте сапалы. Қазір соны сіздерге көрсететін боламыз. Енді тоғызқұмалақтың сыртында осындай коробкасы бар. Тоғызқұмалақтың жазуы бар. Ұлттық ойын деген жазу бар ағылшынша. Одан кейін бұл қоржыны, яғни досыңыздың үйіне барып ойнайтын болсаңыз, я болмаса сапарға шыққан кезде осындай қоржынға салып, ерніңізге асып жүруге болады. Ауыл ішінде жүруге жақсы. Енді алыс сапарларға шықсаңыздар, осыны арнайы қорабына саласыздар. Енді тоғызқұмалақты қазір сіздердің көздеріңізше ашамыз. Мінекей. Жалпы тоғызқұмалақ ойыны, енді оның шығу тарихына біздер тоқталмай-ақ қояйық. Тоғызқұмалақты біздің бас ақынымыз Абай Құнанбаев өте жақсы көріп ойнаған. Абайдың ұлы Тұрағұлдың естелігінде бар. Абай тоғызқұмалақтан жеңілмеген және өзімен ойнаған ауыл ақсақалдарымен, достарына, сыйлық қонақтарына жалпы сыйлықтар берген. Тоғызқұмалақ ойнап болғаннан кейін осы тоғызқұмалақты өте қатты сүйіп ойнаған тақты Абай Құнанбайұлы, яғни бас ақынымыз. Енді жалпы бізде тоғызқұмалақты ойнап білеміз, үйрендік. Біздің Жаңақал ауданы тоғызқұмалақтан өте биік белестерді бағындырып жүр. Жалпы тоғызқұмалақтың контентінде жалпы біздің жұмысымыз жатыр деп айтсақ болады. Осы тоғызқұмалақты бренд болып қалыптасуында біздер енді азды көпті үлес қостық. Газетте жүрген кезде енді өзіміздің тоғызқұмалақшыларымызды газеттің бетіне шығарсақ, кейін осы мобилографияға келгеннен кейін, осы видеография саласына келгеннен кейін тоғызқұмалаққа байланысты түрлі роликтер шығардық. Және бапкер деген, өзім жалпы бапкер туралы, тоғызқұмалақтың бапкері туралы арнайы ролик шығарған болатынмын. Одан кейін білікті бапкер деген менің арнайы YouTube жобам бар. Сонда тоғызқұмалақтың аға бапкер Қайрат Маратұлынан сұхбат алған болатынбыз. Тоғызқұмалаққа бір подкастымызды арнадық. Подкаст, Жаңақала подкаст деген жобамыз бар. Онда енді Нұрәлі Арматұлы Азиядан күміс жүлдегер атанып келген кезде, Блицтан
Біздер арнайы подкастымызды осы тоғызқұмалаққа арнаған болатынбыз. Ұлттық ойынымызды жалпы әрбір қазақ ойнап білуі керек. Тоғызқұмалақ әр қазақтың төрінде тұру керек, жалпы үнемі жиі ойналу керек. Осы сыйлықты өзіме өзім сыйлық жасағаныма ешқашан өкінбеймін. Өйткені ағашы сапалы. Бізде жалпы тоғызқұмалақ та бар, шахматымыз да бар. Әдемі ғой, мысалы домбыраңыз болса өзіңіздің, одан кейін тоғызқұмалағыңыз болса, төріңізде мынадай қамшыңыз ілініп тұрса, тағы да не бар? Осындай ұлттық құндылықтарымызды ұлықтай білсек, дәріптей білсек, ұмытпасақ, біз жалпы өсіп, өркендеп, дамып, жоғары биік белестерден көрінеміз деген ойдамыз. Сол себепті, егер де сіздерде де тоғызқұмалақ болмаса, тапсырыс беріп жасатыңыздар, мүмкіндіктеріңіз келсе, және де өздеріңіздің достарыңызбен үйлеріңізге келген кезде тоғызқұмалақ ойнап тұрыңыздар. Жалпы тоғызқұмалақты тек сол салада жүрген адамдар ғана емес, әрбір қазақ ойнап білу керек. Өйткені бұл біздің тарихымыз, бұл біздің болмысымыз, бұл ойында біздің жалпы менталитетіміз, ұлттық кодымыз жатыр деп айтсақ болады. Қазақ ойшыл халық, дана халық, сол даналығының бір дәлелі тоғызқұмалақ деп айтсақ қателеспейміз. Осымен бүгінгі біздің түсіріліміміз аяқталды. Келесі жақсы обзорларда, жақсы түсірілімдерде кездескенше аман сау болыңыздар. Сіздерге деген құрметпен, Жаңайдар Болатбекұлы, қазақы контентті дамыта берейік.